Ай замандастар-ау, мына қызды көрбей жүрсек дайын болып қапты, құтты болсын. Алла берекесін берсін. Әумин, барған жерде бақыт ашсын Алла. Бақытты болсын. Әумин. Ау, амансыңдар ма? Қалайсыңдар? Қамал болсын үйдеге. Мынау қызыңыз барған жерде бақытты болсын, тастай барып судай сіңсін. Ай, Раушан-ау, неғып кешіп келіп атсың? Ой, менің жұмысым көп қой. Жаңағы қазандағы пісіп тұрған сүтті үйге кіргізіп шығам дегенше балдарым қаспаққа тойып, үсті бастарын күйелеп жатыр екен. Соны жуындырып, осы шыққаным ғой. Раушан-ау, немерелерің тойында қар жауат, қазақтарың көп қой. Осы қар жауып, несібесі мол болады екен. Бақытты болсын. Сәлем бердік. Ал мынау менің Қуаныш әжелер ансамблінің басы қосылып қапты ғой, құтты болсын. Біреуге құтты болсын, қыздың дүниесі құтты болсын. Мынау көршіде, ана жақта бір көршіде жаңағы бесік тойдан келе жатыр еді ғой, кешігіп қалдым, айып етпеңіздер. Айыбын дүниесін беру ата-ананың міндеті. Барған жерде бақытты болсын, қызға дүние беріп Апа, мына сорпаның дәмін көріп бересің бе? Мынау тостағанмен ожауыңды арқалап жүрген не қарамау? Иә, қазақта баяғыда қыз бала ожаумен тамақ істесе, жігітінің мұны қолы қаштай болатын, сенің келін енді тиетін кеуіне тиіп алды. Шыдаш-ау, мына жүнің дайын болып қалды ма? Жоқ, әлі бір-екі саламы кемдеу осының бір ән